Ал бүгінгі сабағымызды бастайық Батақан. Бүгін біз қандай әріп өтеміз? Е деген әріп өтеміз. Ол қандай сөздерде кездеседі? Білмеймін. Әне? Етік. 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 Анау не? Асел шүрегі. Аселдің қазақшасы есек. Это же точно асел шүрегі. Шіректегі есек па? Сөйлей береді, да деп көп сөйлей береді. Жақсы. Я сразу его Сыны узнал. ғой, есек деген сөзде е бар, сосын етік деген сөзде е бар. Я сразу его узнала. Аяр қазақша сөйлейміз. Жарай. Жарай ма? Ары қарай. Буындарды оқимыз, Оқи ғой. Ен. Дұрыс, ен. Қалай оқимыз? Не. Не, дұрыс еді. Мынау не дегендегі, Жақсы, мынау қандай сөз? Ел. Ел емес. Ел. Елді. Ил. Ел. Ил. Ел, а мынау? Ле. 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 Қайда оқыштан үстіндегісін? Ил. Ел. Ле. Ле. Дұрыс. Келесі. Эл. Жоқ. Ол жоқ қой. Дұрыстап оқ. Е мен ұр қалай болады? Анда қарайыр. Ер. Ер дұрыс, да? Не ол ер? Жоқ, ол ерін. Ер деген ол ер адам. Мен мысалға ер адам. Түсің ба? Мынау қандай сөз? Ре. Ре. Ол не еді? Білмеймін. До, ре. А? До, ре, ми, фа. Ұмытып қалдың ба? Айтшы, до, ре, ми, фа деп. До, ре, фа. Айт, соңында дейін. До, ре, ми, фа. До, ре, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Жарайсың. Ары қарай. Ля, ля. Мынау қандай? Бұл. Ес. Ес, мынау? Се. Се. Ес деген. Есің бар ма деп жатады ғой. Еске сақтау деген, Жақсы. Мынау қандай? Бұл. Ед. Ед, мынау? Ол бірінші бұл еттік. Жоқ, ол т. Мынада д. Ет деген. А мынау ед. Мынаны оқиға. Әрі? Мынаны оқы. Дей. Жоқ. Екі қаріптен тұрады ғой? Қалай? Әрі? Мынау ет, мынау? Де. Де, дұрыс. Мынау? Ет. Ет, мынау? Анау точно бірінші бұл еттік. Дұрыс, еттіктің бірінші болған. Ет, Немесе ет дейді ғой, ет жейміз. Мама саған айтады, ет же дейді ғой. Гемоглобинің көтеріледі, ет же дейтін осы ғой. Папа, Ау. мен білем қалай жазылады еттік. Оны сосын айтасыз. Аяр өткен жол сияқты тағы да біз уақытымыз бітіп қалады. Ары қарай оқи бер тезірек. Оқи, мынау қандай сөз? Мынау қандай бұл? Те. Те, дұрыс. Келесі үш әріптерден тұратын не? Қиымында ма? Мынаны қалай оқимыз? Қым. Қым. Қыме. 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 Рахмет деп айтып жүр, бірақ мен бұрын біз оқыған кезде рахмет деп жазылшы еді, қазір бәрі рахмет деп жазады. Ары қарай, мынау? Мынау қандай бұл? Рем. Жоқ.
Рым. Е. Рымия. Ырме дұрыс, иә? Ырме. Ерме, берме дегенге келеді. Мынау. Мынаны оқы Ботақан. Бір күн андағы мен алып тастаймын егер ада қалаңдай беретін болса. Мынаны оқы. Рел. Жоқ. Яр. Дұрыстап оқы. Қара. Айыры? Рел. Ырле. Рле. Я өрле дегенде сөзге келеді. Өрле деш? Үрле. Өрле. А мынаны оқы астындағы. Рес. Жоқ. Ырсе. Ирсе. Берсе. Иә? Ач ырле ырсе деш? Эрле. Ирсе. Өрле Үрле. берсе. Берсе. Дұрыс. Ары қарай. Мед. Жоқ. Мед болу үшін е ортасында тұру керек. Мынау. Қалай? Мды. Мүдде. Дұрыс е? Мысалы, емде, е, жемде деген сөз. Иә. Мынау? Енді ол сіз ондай орысша болады. Лечи. Иә. Емде деген. А мынау қандай сөз? Мынау қандай? Буын. Нет. Нет емес. Мде де. Мды. Мде. 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 Қайта айт өзің. Мде. Мде. Дұрыс. Ары қарай. Мынау қандай? Сет. Жоқ. Ойласаңшы бірінші сосын кейін те тұр. Қалай болады? Сест. Сте. Істе. Мысалы айтады ғой. Мына жұмысты істе. Я немесе мынаны тісте деп айтады. Сол кезде келген істе деген. А мынау ары қарай? Істе. Иә. Мынау не? Сет. Ште. Істе. Ште. Сте. Істе. Ште. Іште. Мына же алдарына «ні» қойсақ өткендегі әріп мынау. Онда істе болады, мынау іште. Е? Іште деген ол адамның ішінде, е? Жақсы. Мынаны оқи ғой. Бұлар тез оқып шыққан. Сен. Сен. Дұрыс қой? Сен. Сен емес, сен. Сен. Дұрыс. Енді ары қарай онда. Мынау? Сан. Сан. Дұрыс айтасың. Мынау? Сар. Сар. Дұрыс. Е? Сен деген. Сен дейді. Сан деген ол білесің цифралар ғой, е? Сар деген. Сар деген қазақта сөз жоқ негізі. Сары деген бар, е? Жақсы, ары қарай. Мынау? Мынау қалай оқимыз? Қара. Ет. Дұрыс. Мынау? Рет. Дұрыс. Мынау? Ист. Жоқ. Мынау шы ғой. Шет. Дұрыс. Шет, е? Ет деген ол жейтін нәрсе. Ет. Рет деген ол бірінші рет, е? Бірінші тұр, екінші тұр деген сияқты. Шет деген ол шетел. Жақсы, ары қарай. Енді екі буыннан тұратын сөздер. Е. Ерін. Ерін емес, ны жоқ мына жерде. Сонда қалай оқимыз? Айлы қосқаны болады ерін. Иә, соңына ын қойсаң ерін болады. А мынау қалай оқимыз сонда? Ер. Ер емес, тұр соңында. Қалай болады? Рен. Ын жоқ қой Ботақан. Дұрыстап қарасашы, е Е. сосын р деген сөз.
Р. Сонда қалай болады бірге? Е. Сосын р. Р. Бірге айтшы. Ер. Ер болса, онда эссіз болу керек. Мынау екі буыннан тұр. Ері. Ері. Ері, иә. Аркүн, сен бүгін неге неметіп отырсың? Сен оқығың келіп тұрған жоқ, иә? Әйтпесе бұндай сөздерді өткенде тартылатып оқи бердің бір-біріне. Немене болды? Просто мынау әріп тоже қиындау. Ешқандай қиындығы жоқ қой. Ері деген қандай қиындығы бар? Екі-ақ буын сөз. Үш-ақ сөзден, үш әріптен тұратын екі-ақ буын сөз. Если қосқаны р-ны-т қиындақ сөз болады. Жарайды, ары қарай. Келесі сөзді көр. Ер. Т. Ерті. Қалай? Ерті. Дұрыстап оқы. Емес, е ғой соңы. Е. Сонда қалай болады? Ер. Т. Те. Ерте. Дұрыс. Ерте. Ерте деп ертег айтып еді ғой. Сонда, иә? Келесі. Келесін оқы. Ор. Орта. Дұрыс. Орта, иә? Орта, ортасы деген келеді. Келесі. Қара күн. Оқи ғой. Мен. Дұрыс. Жарайсың, но. Е. Мен. Емен. Емен деген ағаш, е? Ары қарай. Е. Ден. Еден. Еден. Ол, мынау еден. Үйдің едені, е? Жақсы, жарайсың, тез оқыдың, е, бұл сөздерді. Ары қарай, мынау не деген сөз? Аркүн, екі буыннан тұрады екен. Бұл? Ш. Ш емес. Ше. Ше. Ден. Шеден. Д емес қой, мынау дұрыстап қарашы қандай әріп. Ше. Тен. Дұрыс, сонда қалай болды? Шетен. Шетен. Дұрыс айтасың. Шетен деген ол мынандай несі бар, жемісі бар. Ағаш тектес өсімдік. Жапырақтар осындай. Көрдің ба андай? Қауырсын жапырақ. Соны шетен деп айтады. Айтшы шетен деп. Шетен. Дұрыс. Қандай сөз? Мынау қандай сөз? Ше. Дұрыс. Қайта. Дұрыс, иә. Сосын? Шен. Шешен. 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 Шешен, иә. Шешен деген салшын жиренше шешен деген, бөлтірік шешен деген қазақтарда адамға. Шешен деген андай әдем сөйлейтін адамдар шешен деп айтады. Неше түрлі сөздерді пайдаланып, андай сорып салып сөз тауып кететін адамдарды шешен деп айтады. Шешен. Дұрыс. Шешен. Келесі сөз Ботақан. Мынау қандай сөз? Се. Дұрыс. Қалай? Се, сосын? Се. Оқысаңшы? Німді. Қара. Н-ы-м. Қалай болады сонда? Нім. 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 Сонда қалай болады? Се. Сенім. Сенім. Дұрыс. Сенім деген білесің бұл сөзді? Сенім деген. Мысалы, бала секіріп отыр, папасына қарай.
Демек папасына баласы сенеді деген сөз. Қазір мені ұстап алады деп. Сен де маған секіресің ғой. Егер сенбесе, ол секірмеуші еді бала. Құлап кетемін деп. Сенім деген ол жақсы сөз сондай. Мен секірдім саған көп рет. Папа сені бүйтіп ұстап алады, сонда. Аха. Мен көп секірдім саған, Мынау қандай сөз? Сем. Дұрыс. Сер. Семсер. Семсер, дұрыс айтасың. Жарайсың. Семсер деген ол мынандай қылыш, көрдің ба? Оны семсер деп айтады. Келесі. Мынау қандай сөз? Қарай. Се. Рю. Рю емес. Ну, у ғой. Ру. Дұрыс. Се, ру. Сосын. Ол последний бұл менің атым, Ру дегенде дұрыс айтасың. Ру. Серу, сосын мынау. Серу. Сен. Сен емес, с жоқ қой алдында. Қалай болады? Оқ. Ен. Дұрыс, ен. Сонда қалай болды? Се. Се. Ру. Ру. Серу. Серу, сосын. Ен. Дұрыс. Серун. Ен. Серуен, дұрыс. Серуен. Серуен деген бұлай. Серуен деп, парктерде жаңа. Саябақтарда немесе тауға шығып осылай серуен дейді. Жақсы. Келесі мынаған сөз. Ау. Қашан біз бітеміз сабақ? Сен менімен ойнайсың. Ойнаймыз. Оқи ғой. Не? Не, дұрыс. Ме. Дұрыс. Ре. Дұрыс, енді бір-біріне қос бәрі. Не. Немен. Неме, дұрыс, сосын ары қарай. Ре. Сонда қалай болды? Немере. Немере, дұрыс. Немере деген кім ол? Мынау ата, мынау атаның немересі, Сен мысалға атаңа, өскеменде ата бар ғой? Соған сен немере боласың. Апаңа да немере боласың, Жақсы, енді соңғы сөйлем қалды, Сөйлемді оқиық. Оқи ғой. Дұрыс. Сен. Есен. Дұрыс, есен. Ер. Дұрыс. Лян. Лян емес, лан. Лан. Ер. Ер. Лан. Ерлан. Дұрыс. Есен, ерлан, Есен. Ерлан. Дұрыс. Ол атын? Адамдардың аттары, Ары қарай. Мен солай білдім. Дұрыс, жарайсың. Оқи ғой. Қалай болады? Су. Су, Рет. Сурет. Сурет, дұрыс, сурет, Демек, есен, ерлан, сурет. Не істеді? Сурет. Соңғы сөз қалай болады? Мынау сурет сонда, Андағылар суреттер. Соңғы сөз қалай болады? Сал. Сал, дұрыс. Сал. Ды. Салды. Дұрыс. Демек, не болды сөйлем? Есен. Есе. Есенде. Есен. Ерлан. Дұрыс. Есен, ерлан. Су. Сы. Су. Сурет. Сырен. Сурет. Сырет. Не істеді? Сырет. Жаңа соңғы сөзді оқыдың ғой сен. Салды. Дұрыс. Есен, ерлен не істеді? Сурет салды, Айт.
Есен. Есен ерлан сурет салды. Дұрыс, мына жерде Аяру папасы сурет салды деп айтуға болады, иә? Жарайсың. Жақсы. Енді Сау болыңыз. сау болыңыз де. Сау болыңыз. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды, иә? Иә. Есіңе сақтайсың ғой бүкіл әріптерді, иә? Иә. Е деген әріп өттік бүгін, иә? Жақсы. Сау болып. Сау болыңыз.